Цифрлық қауіпсіздік. Қарапайым тұрғын үйдің қауіпсіздігі үшін подъездге домофон орнатып код қоямыз. Есігімізді құлыптаймыз. Мекен-жайымызды бөгде адамға айтпаймыз. Ал цифрлық қауіпсіздікті қалай сақтау керек? Мұғалім мен оқушы цифрлық технология мен интернетті қолданғанда қандай қауіпсіздік шарасын сақтануы қажет? Цифрлық қауіпсіздік ақпараттың құпиясын, тұтастығын және қолжетімділігін вирус шабуылынан қорғауға бағытталған шаралар жиынтығы. Оны түсіндіру үшін Ермек мұғалімнің цифрлық сауатын мысалға алайық. Ермек мұғалім интернеттегі әр батырманы ойланып басады. Мысалы, Play Market немесе Apps Store-дан қажет қосымшасын жүктеген кезде телефондағы ақпаратқа оңайлықпен рұқсат бермейді. Кей қосымша телефондағы нөмірлерге, суреттерге немесе банк картасына рұқсат ашуын сұрайды. Мұндайға оңай жол бермеңіз. Қосымшаға қажет деп шешсеңіз ғана рұқсат беруге болады. Мұғалім Қазақстанда бұғатталған сайттар мен әлеуметтік желіні пайдалану үшін тегін VPN қызметін пайдаланбайды. Ол кезде де хакерлер телефоныңыздағы ақпаратқа оңай қол жеткізуі мүмкін. Тесік моншақ ешқашан жерде жатпайтынын есіңізде ұстаңыз. Мессенджерде жіберілген кез келген сілтемеге кірмейді. Ол да сіздің жеке деректеріңізге ие болғысы келетін хакердің тұзағы болуы мүмкін. Ермек мұғалімнің цифрлық қауіпсіздік бойынша тағы бір ұстанымы: құпия сөздерін күрделі етіп құрастыру. Сонымен қатар әр желіге әр түрлі құпия сөз құрау да өте маңызды.